Сәлеметсіздер ме достар? Бүйрекке тас жиналу, оны қалай емдеуге болады? Менің ақпаратым сіздерге қызықты болса, тегін лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Сонда ғана сіз қажетті ақпаратты жоғалтып алмай, үнемі бірінші көретін боласыз. Бүйрекке тас жиналса, оның шығуы азап екенін сол сырқатқа ұшыраған адамдар жақсы біледі. Сонымен қатар, ол бірнеше сағат ішінде де, не бірнеше күн бойы да шығып кетуі мүмкін. Соның шығуын тездету амалдары бар. Бүгін сол туралы айтатын боламын. Ең алдымен бүйректегі тасты қуыққа айдап тастау үшін 3 литрден артық су ішіңіз. Шығатын зәр мөп-мөлдір болғанша ішіп жүру керек. Бүйрегіңіз егерде кенеттен ауырғанда, ромашкадан жасалған шайды мүмкіндігінше көп ішіңіз. Ол зәрдің шығуын мейлінше күшейтіп, сонымен бірге тастың шығуына да жәрдемдеседі де, қанның бүйрек арқылы қан айналымын жақсартады. Ал кептірілген бақбақтың, одуванчиктің 2 шай қасығын бір шыны суға салып 15 минут демдеп қолдансаңыз да болады. Сонымен бірге жүгерінің шашағынан немесе бидайықтан жасалған шайды күн сайын 2-3 шынысын ішіп жүріңіз. Олар зәрді айдайды, әрі бүйректе тас жиналуының алдын алады. Бүйректе тас байланғанда қозғалудың өзі бір азап болады. Шамаңыз келсе, аздап жүріп көріңіз. Ол бүйректен тастың шығуына жәрдемдеседі. Сонымен бірге тас байланбаудың амалдары да жетерлік. Көбінесе сұйықтықты мол ішуге тырысыңыз. Күніне 2-10 шыны ішкеніңіз абзал болады сұйықтықты. Зәрдегі кальций деңгейін төмендету, сөйтіп қайтадан тас жинауына жол бермес үшін тамағыңызда натрийда аз болу керек. Әуелі жартылай дайын өнімді, консервіленген сорпа, көже пайдалануды азайтыңыз. Күнде ішетін тамағыңызда натрий көлемі көп болмасын. Натрий деп отырғанымыз ол күнделікті ас тұзы, яғни тұзды аз мөлшерде қолданыңыз. Егер бұл әдістерді жақтырмасаңыз, қазір тағы бір әдістерді айтамын. Апельсин не су қосылған лимон шәрбәтінің 1 шынысын 3/2 бөлігін тамақпен бірге ішіп тұрыңыз. Бұл да көмектеседі. Сонымен бірге жаз күндері көзіміз қызығып, дәміне тоймайтын қарбызда тасты құмға айналдырып, зәр жолдарымен шығарады. Ол үшін 1 ай бойына күніне кешке қарбызды тек тамақтан өтетіндей қылып тістеп алып, сілекейге мейлінше қосылмай тұрғанда шайнамай жұтып жіберу керек. Осы қарбызбен емді жасағанда міндетті түрде жылы су толтырылған ваннада отырып, қарбызды жеу керек. Қарбызды мейлінше қанша жегіңіз келеді, сонша жеу керек. Бірақ көбірек тістеп жұту керек. Осы қарбыз арқылы сіз өз бүйрегіңіздегі, не өтіңіздегі тасты құмға айналдырып, несеп жолдарымен шығаруға болады. Сол әдістерді қолдана отыра арқылы сіз операциялардан аман қалуыңызға болады. Құрметті достар, видеомды соңына дейін көргендеріңіз үшін алғысымды білдіремін. Ал сіз бүйректегі тасыңызды қандай амалмен түсірдіңіз? Ауыртпау үшін қандай әдістерді қолданып жүрсіз? Жазып пікір қалдырыңыз. Келесі видеомдағы менің пайдалы кеңесім тас пен құмның бүйрекке жиналу себептері. Тегін лайк басып, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыз. Денсаулығыңыз мықты болып, бүйрегіңіз ауырмасын. Сау болыңыздар, көріскенше.